Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бірге Айпана. Бүгін сіздермен өзімнің каналымда осындай керемет оңай жолмен жасалынатын дымляманың, яғни сірненің жасалу жолымен толықтай бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен қазанды отқа қойып, сұйық майды көбірек құйып алатын боламыз. Және де майымыз қызғаннан кейін осылай ұсақтап туралған етімізді салып, жақсылап қуыратын боламыз. Бұл жерде менікі жылқы еті. Кез келген етті қолдана берсеңіздер болады. Қақпағын жауып, суы тартылғанша қуырамыз. Және де осылай бір қуырылып болғаннан кейін тағы да бірнеше рет араластырып, азырақ шым-шым тұз қосып, және де алдын ала тамаққа қосатын пиязымыздың азғантай бөлігін қосып, жақсылап осы суы тартылғанша қуырылатын болады. Яғни біз пияз бен тұзымызды не үшін қосып жатырмыз? Өйткені етіміз піскен уақытта жұмсақ болып пісуіне өте жақсы көмектеседі осы екі зат. Сондықтан міндетті түрде етпен бірге осылай қуырыңыздар. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай біздің суымыз тартылды, түбінде май ғана қалды. Осылай тағы да бірнеше рет араластырып аламыз. Және де осындай пияламызды толтырмай жарты етіп су құйып, тағы да қатты отта осы су қосқан суымыз тартылғанша етімізді тағы да пісіріп алатын боламыз. Яғни бұл да етіміздің өте жұмсақ болып пісуіне өте жақсы көмектеседі. Мінекей біздің суымыздың барлығы тартылып, майымыз өзі қалды, етіміз жақсы қуырылды. Осымен біздің ары қарай қосылатын қоспаларымызды ақырындап орналастыра береміз. Оттың астын баяу қойып, етіміздің үстінен пиязымызды себеміз, және де осындай сәбіздерімізді жақсылап кесіп алып, осылай дәл видеодағыдай үстінен орналастырамыз. Және де 2-3 тал чесногымызды осылай ұсақтап турап, арасына осылай салып отырсаңыздар, яғни дымлямаларыңызға өте күшті дәм береді. Және де азғантай ғана шым-шым мен зирені алып, осылай сеуіп жердім бастапқы бөлігіне. Өйткені ол да етке өте жақсы дәм береді. Одан кейін осылай картоптарымызды орналастырамыз ақырындап. Яғни сіздер жазды күндері жасасаңыздар, кез келген түрлі болгар бұрыштарын, түрлі дәмдеу қосып жасай берсеңіздер болады. Ол өз еркілеріңізге байланысты. Мен де үйдегі бар затпен жасадым дымлямамды. Сонда да өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қоспамның барлығын мен описание бөліміне қалдырып кетемін. Осылай ең үстіңгі бөлігіне картопты сеуіп болғаннан кейін қара бұрышты сеуіп жүріңіздер, өйткені ол да дымлямаға керемет дәм береді. Осылай капусталарымызды турап алып, үстінен орналастырамыз. Және де арасына міндетті түрде шым-шым тұздарды сеуіп тұруды ұмытпаңыздар, өйткені тұзы өте әдемі болып шығу үшін осылай арасына тұздарды сеуіп шығыңыздар. Және де капустамызды орналастырып болғаннан кейін де тұз сеуіп үстіңгі бетіне, және кішкене қара бұрышты сеуіп жеріп, баяу отта бұқтыратын боламыз. Мен кішкене сулы болу үшін бұқтырмам. Осылай 2 пиала суды құйып жердім. Осымен бетін жауып бұқтырамыз. Мінекей бұл жерде менің уже дымлямам дайын болды. Піскеннен кейін мен міндетті түрде осылай араластырып жүремін, өйткені үстіңгі бөліктеріндегі капустам барлығы ішіндегі сулы бөлігімен алмасып, өте бір дәмді болу үшін осылай тарелкамызға орналастырамыз. Осымен біздің дымлямамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай жолмен жасалынады. Барлық қоспамыз үйден табылатындықтан міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Айпана. Назарларыңызға рахмет.